Баршаңызға ассалаумағалейкум тиктоктан келіп отқан көрермендер және басқа да көрермендер. Менің есімім Ерболсын. Зайымдарды кезінде графикке қою деген сияқты видеоларым рекомендацияға шығып, тиктокта атып кетіп, одан кейін барып Қорамсап деген телеграмнан группалар ашып, ол группада кезінде 6000-нан астам адам болып, оның бір 20-30% өздерінің зайымдарын, кредиттерін, әсіресе көбінесе зайымдарды, микрозайымдарды реттеп, графикке қойып, және де аресттерін шешіп, өздерінің қаржылық мәселелерін шешкен болатын. Әлі де ол топтың көмегі тиіп жатыр деп ойлаймын, бірақ та бір телеграм топқа қарай ұсына беруде ол дұрыс емес деп шештім. Сондықтан YouTube каналды осыны қолға алсам деген ниетім бар. Яғни сіздерге өзімнің кішігірім білетін дүниелеріммен бөлісемін. Алла қаласа күнделікті осылай, күнделікті болмаса да бір аптада бір рет болсын, ең болмаса шығып отырып, қалай арестті шешеміз, сотпен арестті қалай шешеміз, нотариалдық арестті қалай шешеміз, зайымдар сіздерді қорқытқан кезде не істейміз, қалай сөйлесеміз деген сияқты мәселелерді талқылаймыз, Құдай қаласа. Одан бөлек, егер де сіздер криптовалютаға қызығып жатсаңыздар, осыларда да кішігірім білім бар, кезіндегі жасаған нәрселер бар. Ол нәрселерге де қызығатын болсаңыз, онда келесі видеоларда, Құдай қаласа, оларды да шығарамыз. Сонымен қатар, мен дәл қазір жасанды интеллект, вайб кодинг, яғни приложение жасау, сайт жасау, тойға шақырудың сайтын жасау, сонымен қатар жасанды интеллект арқылы видеолар жасау, музыкалар жасау сияқты көптеген дүниелермен айналысып жатырмын. Осындай дүниелерді егер де сізге қызық болса, онда міндетті түрде парақшаға тіркеліп алыңыз. Алла қаласа, күнделікті болмаса да жаңа бір аптаның ішінде бір рет болсын, ең болмағанда видеолар салып отырамын. Мәселеден енді алыс кетпейін. Енді зайымдарды қалай графикке қоямыз? Қазір мен скрин видеоны қосамын, сол жерде анық барлығын толық түсіндіретін боламын. Ең бірінші нәрсе, сіздер мына өзіңіздің қарапайым күнде кіріп жүрген Google-ға немесе Chrome-ға кіресіздер. Содан кейін барып өзіңіздің қарыз микрозайымыңызды іздейсіз. Мысалы, Tengo.kz, иә? Tengo.kz, олар бар ма қазір білмеймін, бар екен міне. Tengo.kz іздедіңіз, одан кейін барып таптыңыз. Өзіңіздің аккаунтыңызға кірсеңіз болады, кірмей-ақ қойсаңыз да болады. Міне мына жерде олардың номерлері тұр, және де info айғұлақ tengo.kz деген тұр. Осының үстін бассаңыз, сізді Gmail-ға лақтырады. Немесе осыны копировать етіп аласыз да, скопировать дейсіз де, өзіңіздің Gmail-ға өзіңіздің аккаунтпен кіресіз. Осы жерде мынау Е деп тұр ғой жоғарыда, сол жерде сіздің аккаунтыңыз тұрады. Сосын написать дегенді басасыз. Написать деген жерге міне кімнен кому дейді. Кому дегенге info.tengo.kz деген басасыз. Егер де сізде кредит 365 немесе кредит плюс сияқты зайымдар болса, онда олардың жаңағы Google арқылы соның сайтына кіресіз да, тура осылай айғұлақ kz деген тауып аласыз. Тема дегенге зайымдарымды графикке қойып беріңізші деген сияқты жазасыз. Қойып беріңіздерші деген сияқты. Текст сообщение дегенге қазір міне мына жерден файлды таңдаймыз. Міне мына отправить деген батырманың жанында файл деп тұр. Сол жерден файлды таңдаймыз. Қандай файлды таңдаймыз? Біздің мына телеграм группамыз бар, Қорамсап деп аталатын. Файлдарды таңдау деген жерде ол Қорамсап деген біздің мынау аккаунтымыз бар, телеграм каналымыз бар. Қазір 4718 участнигі бар екен. Осы каналға кіресіз, медиа деген жерге кіресіз, немесе файл деген жерге кіресіз да. Немесе егер де сіздің телефоныңыз Android болса, онда Қорамсап деп Play Marketке жазсаңыз, Play Marketте біздің
приложение бар, соны жүктеп алып сол жерден жүктей аласыз мыналарды. Міне мына жерде қазақша списание, егер iPhone болса, онда до конца көріңіз видеоны. Қазақша списание дегендері бар, міне жаңағы іздейсіз, міне анау поиск деп тұр, Тенго деп іздейсіз. Тенго дегендер бар екен, иә. Осыны аласыз, скачать етесіз. Міне қазір бізге бір кісінің сол Тенгоға жазған өтініші шықты. Тура осы кісінің аты жөнін барлығын өзгертесіз да. Электропошта деген барлығын өзгертесіз. Өзіңіздің поштаңызға, телефон номеріңізді, адресіңіз барлығын өзгертесіз да. Тура осының ішіндегі нәрселердің барлығын өзгертесіз. Сіздің қанша қарызыңыз болды деген сияқты, қай жылы бекітілді деген сияқты, дата заключение дегендердің барлығын аккуратно жазасыз. 150 мың теңге дегендердің барлығын. Мысалға сіз 200 мың теңге алуыңыз мүмкін, иә. 200 мың теңге алсаңыз, онда 150 мың 200 мың теңге деген сияқты. Сонымен өзіңіздің ең соңында қолыңызды қойғанда осылай жібереді. Подпис анау деген сияқты. Тура осы документті алдыңыз, өзіңіздің ат жөніңізді жаздыңыз, реттедіңіз да, сосын не істедіңіз? Тура сол документті реттеп болғаннан кейін, яғни компьютермен немесе телефонмен реттеуге болады. Реттеп болғаннан кейін сіз файлды сохранить етіп аласыз, иә. Тенго болсын деген сияқты. Сосын файлы деген жерден басқан кезде сол файлды таңдап аласыз да, мына жақта мынаны басасыз. Мысалы бір файлды таңдадық. Мысалы файлды таңдадық, жібердік. Кетті, иә. Мысалы жаңағы файлымызды таңдадық деп есептейік. Мына жерде мен сурет таңдадым ғой. Содан кейін барып өзіңіздің неңізді таңдайсыз. Мына жаққа жазасыз. Саламатсыз, менің аты жөнім Ерболсын, сіздерге өтініш жазып отырмын. Дәл қазір менде кризистік жағдайға байланысты осындай компаниядан қарыз алып бере алмай жатырмын деген сияқты нәрсе жаздыңыз. Анау файлдар деген жақ, міне файлдар деген қайтып көрсетейін. Осы жақты таңдадыңыз да, өтінішіңізді шығардыңыз. Міне өтініштің суреті. Оны қолмен жазсаңыз да болады, немесе жаңа мен көрсеткендей қылып істесеңіз болады. Сосын удостоверение личності алды арты ұстап түскен суретіңіз, удостоверение личностіңіз. Сосын кредитная историяңыз сіздің, және пенсионный фондыңыз. Енді пенсионный фондты қалай аламыз? Пенсионный фондты Каспиге госуслуги деген жерге кіріп аласыздар. Ол жағы қиын емес. Егерде қиын деп жатсаңыздар, ол туралы жеке видео түсіретін боламыз. Каспиге кірдіңіз, госуслуги дегенге бастыңыз, сонымен пенсион накопление деп тұрады. Соның ішінде Каспи просто разрешение бермейді деймін. Сосын мен баспай жатырмын. Соның ішінен аласыз. Ал кредитная историяңызды тура осы Google-ға кіресіз. ПКБ деген бар. ПКБ. Первое кредитное бюро. Осыған кірдіңіз, тіркеліп аласыз. Міндетті түрде адамның суретін басып войти деп, немесе регистрация деп тіркеліп алдыңыз, өзіңіздің атыңызбен тіркелдіңіз, немесе егуф арқылы да осы ПКБ-ны алсаңыз болады. Тура осылардың барлығын жинайсыз. Яғни қанша документ жинадыңыз? Сіздің өтінішіңіз, жаңағы бір файл, жеке куәліктің алды арты, және ұстап тұрған суретіңіз, кредитный история және пенсионный фонд. Соның барлығын тура осылардың поштасына жібересіз. Директорды де тура осы жерден Займер KZ немесе Тенго KZ деген сияқты директорлерін таңдап қоя аласыз. Өтініштің үлгілері мына жерде. Қазір енді толық түсіндірем. Яғни сізге не бәрі өзіңіздің удостоверение личностіңізді осылай ұстап тұрған суретіңіз, одан кейін барып жеке куәліктің алды арты, осы 3 сурет кетті, соны файл ретінде жүктейсіз. Жаңа мен көрсеткен файл деп тұрды ғой, сол жерден файл деп жүктейсіз. 3. Сосын өтінішті қолмен жазсаңыз болады. Қолмен жазатын болсаңыз да тура сол қорамсап деген группаның ішінде қолмен жазған менің баяғы бір өтініштерім бар. Тауып алсаңыз болады, галереяның ішінен кіріп, немесе жаңа мен көрсеткендей істеуге болады. Қолмен жазған кезде кез келген компанияға тура жаңағы нәрсе жарай береді. Бір нәрсе жарай береді.
кейбір компаниялар сәл қырсығуы мүмкін, біз басқаша жазамыз деп сізге олар өздерінің өтініш үлгісін жібереді, тура соны толтырып бере саласыз. Яғни 4 нәрсе кетті, 4 файл, 3 фото кетті, 1 файл кетті. Одан кейін барып кредитный историяны ПКВ дегеннен аласыз, немесе егофтан аласыз. Егофтан егер ала алмай жатсаңыз, онда соңға барыңыз да маған кредитный историямды алып алайын десеңіз, сол жерде қыздар көмектеседі, бесплатно болады ол. Ал егер өзіңіз алатын болсаңыз 400 теңге ма, сонда 400 теңге болатын баяғыда. Қазір білмеймін, 500 теңге шығар может. Сосын кредитный история кетті, және через егоф арқылы немесе Каспи арқылы жаңағы пенсионный фондыңыз, соңғы 6 айдың пенсионный фонды керек. Соңғы 6 айдың, 3 айдың емес, 1 жылдығы де керегі жоқ, 1 жылдығы болса болады, 6 айдығы жеткілікті. Соңғы 6 айда қалай түсіп тұр сізге, соны жібересіз. Және де олардан график сұрайтын кезде ең бастысы маған 6 айға график қойып беріңізші, 8 ай қойып беріңізші деген сияқты сәл ұзағырақ сұрағаныңыз дұрыс. Олар әрқандай компания әртүрлі. Tengo.kz мысалға 4-5 айға береді, Coke.kz де солай болатын. Мына кім дегендер, Займер дегендер, олар сізге отсрочка беруі мүмкін. 45 күннің ішінде, 45 күннен кейін төлеңіз деген сияқты. Ал 365 кредит плюс дегендер, олар сәл басқаша. Олар 2-3 айға беруі мүмкін. 150 мың теңгенің өзін 3 айға бөліп беруі мүмкін. Ең басты нәрсе кредитті ешқашан кредитпен жаппаңыздар. Солай негізі әжептәуір қораға кіргеніміз бар. Сол жанымыз ашып видео түсіріп жатқан түріміз ғой енді. Ең бастысы займды алып, менің әке-шешем біліп қояды, немесе туған туыстар біліп қояды, қызым біліп қояды, жігітім біліп қояды деген нәрсе керек емес. Ең бастысы, қазір кімде жоқ займ, кімде жоқ, қазір қарыз кімде жоқ. Қарыз бір 10% адамда жоқ шығар, қалған 90% адам қарызда негізі. 90%-ға жуық адам қарызда. Білмеймін, менің ойым бойынша сондай. Сол кредитпен жатпаңыздар. Бір займ егер мазаңызды алып, звондап, әке-шешеңізге сондай мана-мана деп қорқытып жатса, ол займды жабам деп басқа займ алып жүрмеңіздер. Олар тек қана көбейе береді, азаймайды. Қарызбен жабуға болмайды. Айтқым келгені сол. Құдай қаласа, бұдан да басқа видеолар түсіретін боламыз. Ал саламатта. Ассаламу алейкум.